Баршаңызға сәлем достар. Бүгін өте ерекше пирог даярлаймыз. Пирогымыз 3 қабаттан тұрады. Оның асты песочное тесто, ортаңғы қабатына әртүрлі жеміс-жидектерді қолдансаңыздар болады. Үсті меренгадан тұрады. Пирог 3 қабаттан тұрса да даярлануы еш қиын емес. Бұл пирогты жеміс-жидектер маусымында даярласаңыз тіптен керемет. Егер сіздерде жаңа піскен жеміс-жидектер болмаған жағдайда қатырылған түрін қолдансаңыздар болады. Алдымен пирогқа песочное тесто даярлаймыз. Ол үшін бізге 280 грамм ұн, 1,5 шай қасық разрыхлитель, 120 грамм сары май, 80 грамм қант, 4 сарыуыз қажет. Сары май мен сарыуыз бөлме температурасында болуы керек. Алдымен бөлме температурасында сары майды бір ыдысқа салып, оған қанттың барлығын қосамыз. Содан соң бір шымшым тұз қосып, оны миксермен жақсылап араластырамыз. Сары майдың көлемі ұлғайып, түсі ағару тиіс. Келесі кезекте сары майға үй температурасындағы 4 сарыуыздың барлығын қосып, оның барлығы бір келгі массаға айналғанға дейін миксермен жақсылап араластырамыз. Ұнға разрыхлительді қосып, венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Келесі кезекте ұнды елеп отырып, сұйық массамызға бірнеше бөлікке бөліп отырып қосамыз. Бірінші бөлігін қосқан соң лопаткамен оны жақсылап араластырамыз. Осылайша ұнның барлығын бірнеше бөлікке бөліп отырып қосып аламыз. Содан соң лопаткамен жақсылап араластырамыз. Қамыр қоюланып лопаткамен араластыруға келмей қалған жағдайда қамырды қолымызбен біріктіреміз. Негізінен кез келген песочное тестоны үгітілмелі әдем болып пісу үшін біз оны қолымызбен көп елемейміз, жай ғана қамырды біріктіреміз. Ал егер де песочное тестоны көп елейтін болсаңыз, ол қатты болып пісуі мүмкін. Жиырма 2 немесе 24 сантиметрлі форманы фольгамен орап аламыз. Содан соң осы песочное тестомызды ортасына орналастырамыз. Тестоның бетінің барлығын тегістеп шығамыз. Пирогтың салмасы жеміс-жидектерді даярлап алғанға дейін песочное тестоны 20-30 минутқа холодильникке салып қоямыз. Пирогтың салмасына 500 грамм жидекті қолданамыз. Бұл пирогқа мен шабдалы мен құлпынайды қолдандым. Негізінен бұл пирогқа шие, таңқурай, қарақат секілді жеміс-жидектерді қолдансаңыздар болады. Жеміс-жидектерді тазалап алған соң оған 2 ас қасық кукуруз крахмалын қосып, оны жақсылап араластырып дайындап аламыз. Осымен біздің жаңа піскен жидектерден жасалған салмамыз дайын. Ал егер де сіз қатырылған жидектерді қолданатын болсаңыз, сіз оны бір ыдысқа салып, 2 ас қасық кукуруз крахмалын 50 грамм сумен араластырып, осы жидектерімізге қосамыз. Жидектерді араластырып отырып, газда ұстаймыз. Жидектердің суы тартылып қоюланған уақытта газдан аламыз. Негізінен бұл пирогқа мен секілді жаңа піскен жеміс-жидектерді қоссаңыз керемет. Песочное тестомызды холодильниктен шығарып, оны видеода көрсетілгендей еді вилкамен тесіп шығамыз. Содан соң оны 180 градуста қызып тұрған пеште шамамен 20-30 минут пісіреміз. Барлығы сіздің пешіңізге байланысты, міндетті түрде піскенін ағаш палочкамен тексеріңіздер. Келесі кезекте меренганы даярлаймыз. Ол үшін бізге 4 ақуыз қажет. 4 ақуызды бір ыдысқа салып, оны миксермен баяу жылдамдықта араластырамыз. Меренгамыз жақсы шығу үшін ақуыз араластыратын ыдыс құрғақ әрі таза болуы қажет. Оның ішінде 1 грамм май немесе су болмауы қажет. Ақуыз аздап көпіре бастаған уақытта біз қантымызды қоса бастаймыз. Қанттың барлығын осылай біртіндеп отырып қосамыз, миксердің жылдамдығын көбейтеміз. Ақуыздың көлемі ұлғайып, түсі әппақ болып, өз формасын жақсы ұстағанға дейін араластырамыз. До плотных пиков жеткіземіз. Миксердің басын көтерген уақытымызда ақуыз миксердің басында қатып тұруы тиіс. Келесі кезекте песочное тестомызды пештен шығарып, оның үстіне барлық осы жеміс-жидектерімізді орналастырамыз. Жидектердің үстінде даярлап алған меренгамызды орналастырамыз. Меренганың барлығын силиконовый лопаткамен тегістеп шығамыз. Содан соң пирогты 180 градуста қызып тұрған пеште шамамен 20 минут пісіреміз. Пирогты пештен шығарып толық суығаннан кейін оны формадан шешеміз. Осымен біздің өте ерекше әдемі көрінетін пирогымызды дастарханға ұсынсаңыздар болады. Мен өз каналымда сіздермен тек қана ерекше тағамдардың рецептісімен бөлісемін. Сіздер менің каналымның әртүрлі торттар мен десерттердің мастер-классын таба аласыздар. Жаңа видео рецепті жіберіп алмас үшін міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыз. Міндетті түрде видео рецепті бағалап, өз ойыңызды жазып кетіңіз. Менімен бірге болғандарыңызға көптен көп рахмет.